Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тағы да тест болмақ. Сонымен 2022 жылы сізді не күтіп тұрғанын білгіңіз келе ме? Онда видеомызды ары қарай жалғастырайық. Сіздердің алдарыңызда 4 түрлі конверт. Сіз таңдаған конвертте жылдың тосын сыйына ие болу үшін не істеу керектігі де жазылған. Ал кеттік. Жаңа жылға бірер-ақ апта қалды. Кішкентай балалар аяз атадан сыйлық күтсе, ересектер тағдырынан өзгеріс күтетіні белгілі. Ал психологтар сізге арналған хаты бар мынандай конверт дайындапты. Біреуін таңдаңыз да 2022 жылы сізді не күтіп тұрғанын біліп алыңыз. Егер сіз бірінші конвертті таңдаған болсаңыз, жаны нәзік адамсыз, өте сезімтал, эмоционалды. 2022 жыл сізден сәл-пәл қатаюды, салқынқандылықты, пысықтықты қалайды. Өткенді босқа өткізіп алған қайран жастық шақты ойлап, енді бәрі кеш деп өзіңізді жазғыра беруден пайда жоқ. Әрекетке берекет деген сөзді үнемі еске алып отырып, алға ұмтыла беріңіз. Әрекетіңізден міндетті түрде нәтиже шығып, армандарыңызға жақындай түсесіз. Өз өміріңіздің жауапкершілігін қолыңызға алсаңыз, басты мәселеңіз барыс жылы шешімін табады. Ал егер екінші конвертті таңдаған болсаңыз, басқару, өзгеге талап қойып орындата білу, үстемдік жасау, табиғаттан берілген дарын, қасиет. Бірақ жаңа жыл сізден сәл жылылау, дос-жаран мен ағайын туысқа мейірімділеу болуды күтеді. Өзіңізді көпшілік ортадан шеттете бермеңіз, адамдарға жақындаңыз, жарқылдаңыз, шақырған жерден қалмаңыз. Сонда алдағы жыл сізді қызметте немесе кәсіпте өрлеу, жоғарылау, абырой беделдің өсуі күтеді. Ал үшінші конверт. Қиындықтар ескі жылда қалады. Бірақ барыс жылы сізден өткен қиындықтардан сабақ алуды талап етеді. Егер 2021 жылғы сынақ пен ауыр күндерден қорытынды шығара білсеңіз, бұл жылы рухани өсу, жан тыныштығы, жайлы өмір орнайды. Тоқтамаңыз. Өз-өзіңізді тануды, тәрбиелеуді, қателермен жұмыс жүргізуді, өзгеріске ұмтылысты жалғастыра беріңіз. Өйткені өміріңізде орын алатын үлкен өзгерістер сіздің рухани біліміңіз бен мінез-құлқыңызға тікелей байланысты. Төртінші конверт. Барыс жылы нақтылықты жақсы көреді. Сондықтан да сізден бір жылға әр айға арналған жоспарды қалайды. Қалауыңызға шек қоймай, бәрін қағазға түсіріңіз. Қорықпай ірі-ірі мақсат қойыңыз. Жоспар бойынша 1-2 қадам жасасаңыз болғаны, ары қарай даңғыл жол өзі-ақ сізді арманыңызға қарай жетелейді. Өйткені сіз жолы болғыш адамсыз. Тағдырыңыз әрдайым сізді қолдайтынына сеніп, ілгері баса беріңіз. Сонда алдағы жылы жаңа мүліктерге ие боласыз. Осымен достар, бүгінгі тест өз соңына жетті. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямаңыздар, және де өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.